Абылайдың түс көруі. Абылай қартайған шағында қазақтарға өзінің туған жері Бұхараны қайтармаққа ниеттеніп, 300-дің сайыпқыран батырларын жиып алып, жорыққа жүріп кетеді. Ешкіммен ақылдаспай, бәрін өзі шешеді. Оның ықтиярымен Ташкентте Мырзахмет, Шымкентте жақтасы Ғабдылрахман әкім болады. Сонымен Абылай әскерімен Самарқантқа таяп келеді. Самарқанд қаласының маңында ұйықтап жатқан түнде Абылай түс көреді. Таңертеңіне қарт ақылгөй Бұқар жырауды шақырып түсін жортады. Мен бір түс көрдім, түсімде бір жолбарыс шатырымның алдына келіп жатты. Соған қатты таңырқап түсімде ойланып үлгергенімше әлгі жолбарыс аюға айналды. Жолбарыстың аюға айналғаны қалай деп ойланғанымша әлгі аю кенет қасқыр болып кетті. Бұған аң-таң боп тұрғанымда қасқыр түлкіге айналды. Бұл түлкі сосын қоян бола қалды. Осы көрген түсіме таңырқап жатып оянып кеттім. Бұқар жырау Абылайдың түсін былай деп жориды. Түсіңде жолбарыс көргенің саған қауіп төніп тұр. Басыңнан бақ құсыңның ұшып кеткені. Бірсыпыра жасқа келіп шау тарттың. Енді Абылай хан Бұхараның сыртынан өліпті деген сөзге қалғың келмесе, кейін қайтқайсың. Ал жолбарыстың аюға айналғаны сенің балаларының заманы бір-бірімен жалғасып жұлысқан аюлардай болады екен. Қасқырға айналған аю сақарада қиян-кескі жорықтарда қасқырша жортып жүрген немерелерінің заманы. Қасқырдың түлкіге айналуы бұл дағы түлкіге ұқсаған шөберелерінің заманы. Түлкінің қоянға айналғаны сенің одан кейінгі ұрпақтарың қорқақ қоян сияқты болады дегенді аңғартады. Абылай Бұқар жыраудың жауабын тыңдаған соң Самарқанды жаулап алу райынан қайтады. Қаланың әміріне өз елшісін жіберіп, менің сендермен соғысатын ниетім жоқ, тек әулиелерге зиярат етіп, ежелгі Самарқандтың халқына амандық тілеуге келдім деп сәлем айтады. Самарқандтың халқы бек қуанып, Абылай ханды қошеметті сый-құрметпен қарсы алады. Қаладан аттанарда Абылай шеберлерден сол төңіректің мәрмәр тасынан құлпытас қашап беруді өтінеді. Шеберлер оған лайықты тас табады. Ал ақсақалдар осы орайда бұл мәрмәр тас жерден сіздің бақытыңызға пайда болған. Мұндай тас тек Әмір Темірдің ғана пешенесіне жазылған еді депті. Бұл тасқа Абылай Сүйініш хан ұғлы Абылай хан деп қашап жазуға әмір етеді. Абылай дүниеге салғаннан кейін бұл тас оның қабірінің басына қойылған. Қазір бұл тас Түркістандағы Қожа Ахмет Яссауи кесенесінің ішінде тұр. Самарқандтан Абылай хан Ташкентке келіп, онда Мырзахмет әкімнің қызына үйленеді. Мен сәл кейінірек ораламын, әзір соғыс жоқ, сендер елдеріне қайта берулеріне болады деп орта жүз бен кіші жүздің батырларын қайтарып жібереді. Абылай Ташкентте 3 ай болып, содан Сарыарқаға бірнеше төлеңгітімен және дулат руының ақсақалдарымен қайтады. Мұны Шымкенттегі Әбдірахман деген сарт біліп қалып, Абылайдың дұшпандарына қазақ ханы әскерсіз дерлік кетіп барады деп хабаршы жібереді. Бұрыннан өшігіп жүрген жаулары жағдайды пайдаланып, Абылайдан кек алуға ұйғарады. Олар хан мен оның қасындағы кісілерді қоршап алып, төлеңгіт жасауылдарын қырып салады. Бірақ ханның өзіне қол көтеруге тәуекел етпейді. Сонда Қайарыс деген жерде Абылай төбе басына шығып, орта жүз бен кіші жүздің батырлары қасымда болғанда мен мұндай күйге түсер медім деп күңіренеді. Сол күні есімі бүкіл әлемге мәшһүр болған Абылай хан 68 жасында дүние салады. Найзалар мен құрықтардан оған арналып зембіл жасалып, мәйіті Түркістанға апарылады да сонда жерленеді. Абылай ханның 17 әйелі, 30 ұлы болған. Солардың ішінде тек Қасым төренің балалары Кенесары мен Наурызбай ғана оның есіміне лайықты өмір кешті. Қасым жоңғар қонтайшысы Қалдан Серен Абылайға сыйға тартқан Топыш ханымнан туған болатын.